Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгін біз сіздермен туризмдегі логистика курсы бойынша 11-ші дәріс халықаралық туризм логистикасы тақырыбын талқылайтын боламыз. Турист қалай жол табады, ел қалай табыс табады, заманауи халықаралық туризмнің экономикалық және логистикалық механизмдері. Бүгінгі дәріс халықаралық туризм неге логистика деген сұраққа жауап іздейді. Турист келгенде бюджет қалай өзгереді деген сұрақтың жауабын қарастырады. Туристі тоқтататын 4 түйін және географияның жұмыс істейтін механизмі туралы талқылайтын боламыз бүгінгі дәріс мазмұны бойынша. Халықаралық туризм неге логистика? Ең алдымен біз сіздермен алдыңғы слайдтарда туризм экономикалық жүйе екендігін біз атап өткен болатынбыз. Ал халықаралық туризм бұл жай саяхат емес, бұл елдер арасындағы экономикалық байланыстардың ерекше қарқынды дамып келе жатқан түрі. Туристік ағын, тауар, қызмет және ақша ағымдарын бір мезгілде қозғайды. Ал рекреациялық ресурс ол мәдени, табиғи және тарихи рекреациялық ресурстар елдер арасындағы туристік қозғалысты жүйеге айналдыратын алғышарт. Ресурстар туристінде сұранысты тудырады, ал логистика сол сұранысты нақты ағынға айналдырады. Бұл туризмді басқарудың негізгі парадигмасы. Елдер арасындағы экономикалық интеграция ол байланыс. Ал туристік ағындарды жоспарлау мен бағыттау ол қозғалыс. Ал туризмде ресурс қосылған инфрақұрылым, қосылған реттеу, нәтижеге тең болуы бұл жүйе. Шетел туристері тауар мен қызметке төлеп, қабылдаушы елдің бюджетін тікелей толтырады. Халықаралық туризм балансында актив құбылыс ретінде бейнеленеді. Бұл әрине турист келгенде бюджет қалай өзгереді деген сұраққа жауап. Жылдық халықаралық туризмнен түскен жалпы экономикалық кіріс әрине өте бүгінгі күні триллионға жетуде. Ал жалпы ішкі өнім үлесі туризмнің дүниежүзілік жалпы ішкі өніміндегі тікелей жанама үлесінің бүгінгі күні 10% құрайды. Шетел туристерінің шығындары қонақ үй, тамақ, көлік, сувенир тікелей шетел валютасын елге әкеледі актив ретінде. Ал бұл экспорт сияқты жұмыс істейді. Тауар сыртқа шықпайды, бірақ ақша ішке келеді. Мультипликатор эффектісіне тоқталатын болсақ, турист жұмсаған әрбір доллар экономикада бірнеше рет айналады. Жергілікті жеткізушілер, қызметкерлер және мемлекеттік салықтар арқылы. Бұл мультипликатор эффект туризмді бюджет үшін стратегиялық сала етеді. Бүгінгі тағы қарастыратын сұрақтардың бірі ол туристі тоқтататын 4 түйін. Бұл 4 түйін көлік және тасымалдау, инфрақұрылым сапасы, құқық және қауіпсіздік және мемлекеттік реттеу. Туристің бастапқы нүктеден
баратын жеріне жетуі логистиканың бірінші буыны. Ауа, теміржол, автомобиль және теңіз жолдарының үйлесімділігі баға мен жиілік туристік ағынды тікелей анықтайды. Бұл туристі тоқтататын бірінші түйін көлік және тасымалдауға қатысты. Келесі түйін ол инфрақұрылым сапасы. Жол желісі, әуежайлар, қонақ үйлер мен байланыс инфрақұрылымы туризм географиясын қалыптастырады. Баруы қиын, сервисі нашар аймақтарға сұраныс объективті түрде төмен болады. Ал туристердің мүлкі мен денсаулығын қорғау, визалық режим, жергілікті заңдар мен халықаралық шарттар бұлар туристік дестинацияның сенімділік рейтингін белгілейді. Келесі түйін ол мемлекеттік реттеу, туристік қызметті лицензиялау, стандарттарды белгілеу және мемлекеттік қолдау шаралары туристік нарықтың тұрақтылығы мен сапасын қамтамасыз ететін жүйелік тетіктер. Сіздер суреттен туризм логистикасының негізгі компоненттерін көріп отырсыздар. Көлік логистикасы ең ауқымды туризм логистикасының негізгі компоненттерінің бірі. Әуе, яғни ұшақ, теміржол, автомобиль, автобус аренда және су көлігін круиздік кемелер тиімді үйлестіру. Мұнда халықаралық хабтар, аэропорттар мен транзит дәліздерін басқару маңызды роль атқарады. Келесі туризм логистикасының негізгі компоненттерінің бірі ол диспозициялық логистика, орналастыру және қабылдау. Туристерді қонақ үйлерге, шипажайларға орналастыру, брондау жүйелерін басқару, келу-кету уақыттарын көлік кестесімен синхрондау. Келесі туризм логистикасының негізгі компоненттерінің бірі ол ақпараттық логистика, яғни жаһандық брондау жүйелері, цифрлық платформалар және туристерді нақты уақыт режимінде ақпараттармен қамтамасыз ету, яғни навигациямен, электронды визалармен және QR кодтармен. Келесі компонент туризм логистикасының ол жабдықтау логистикасы. Туристік нысандарды, әсіресе шалғайдағы немесе экзотикалық дестинацияларды азық-түлікпен, сумен, сувенирлермен және қонақүй жабдықтарымен уақытылы қамтамасыз ету болып табылады. Біз сіздермен туризм логистикасының 4 негізгі компоненттерін талдап талқыладық. Келесі бізге талқылауға қатысты маңызды мәселелердің бірі ол халықаралық деңгейдегі ерекшеліктер мен факторлар. Халықаралық деңгейге шыққанда логистика бір қатар жаһандық факторларға тәуелді болады. Ол қандай факторлар болуы мүмкін? Құқықтық және кедендік реттеу факторы, инфрақұрылымның дамуы және қауіпсіздік пен тәуекелдерді басқару. Құқықтық және кедендік реттеу факторларының сипаттамасы визалық режимдер, шекаралық бақылау, кедендік декларациялар және халықаралық жолаушылар тасымалының ережелері. Ал инфрақұрылымның даму факторының сипаттамасы халықаралық әуежайлардың өткізу қабілеті, сапалы жолдар, мультимодальды транспорттық тораптардың болуы. Ал қауіпсіздік және тәуекелдерді басқару факторының сипаттамасы мен әсері туралы айтсақ, ол форс-мажорлық жағдайларда, яғни табиғи апаттар, саяси тұрақсыздық, пандемия жағдайларында
туристерді эвакуациялау және бағыттарды жедел өзгерту логистикасы. Халықаралық туристік ағындарды көлік түрлері бойынша бөлу логистикасының негізі қай режим басым, соған сервис жоспары мен инфрақұрылым инвестициясының бағытталуы. Мысалы, бүгінгі күні теңіз көлігімен жүру 4%, әуе көлігімен жүру 58%, ал автомобиль көлігі 32% қамтыса, сіздермен айтқандай, теңіз көлігі бүгінгі күні тек қана аз қамтылатын көлік түрлерінің қатарына жататындығын мына суреттен сіздер байқап отырсыздар. Барлық халықаралық туристердің 58% ұшақпен жүреді екен. Арзан авиабилеттер революциясы 2000 жылдардан бастап туристік географияны түбегейлі өзгертті. Бұрын жетуі қиын аймақтар бүгін өте қол жетімді болды. Бұдан қандай құрдынды? Ауа жолы үстем режим. Европа сияқты тығыз орналасқан аймақтарда автомобиль мен автобус маңызды рөл атқарады. Шекара маңындағы туризмнің басым бөлігі жер үсті көлігімен жүзеге асырылады. Жаһандық туристік ағындарда Европа ондаған жылдар бойы жетекші позициясын сақтап келеді. Бұл тенденция бағыттық логистикаға, маршрут жоспарлауына, сервистік тізбекке және инфрақұрылым инвестицияларына тікелей әсер етеді. 60% Европа үлесіне тиесілі болса, ал Америка үлесіне 20%, 10% Азия үлесін қамтиды. Барлық халықаралық туристердің 60%-дан астамы Европа елдеріне бағытталады. Солтүстік және оңтүстік Американың жалпы туристік нарықтағы үлесі 20%-ды қамтиды. Ал Азия, Тынық мұхит аймағының үлесі өсу қарқынының ең жоғары үлесі ол 10%. Европаның үстемдігі ол кездейсоқ емес. Тығыз орналасқан жерлер, тығыз орналасқан елдер, жақсы дамыған көлік желісі, Шенген аймағы, бай мәдени мұра және жоғары сапалы инфрақұрылым. Осылардың жиынтығы оны туристік суперкластер етеді. Туризм кластерлік экономика екендігін біз туристік дестинацияда қызмет көрсетумен байланысты барлық салалардың бір мезгілде серпін алатындығымен көлік компаниялары, сауда орталықтары, көтергіш қондырғылар мен қанат көліктер, қонақ үйлер мен мейрамханалар бір-бірін нығайтатын кластер ретінде қалыптастыратындығымен айта аламыз. Альпі таулары жылына 60 миллионнан астам туристі қабылдайды. Бұл тау шаңғысы логистикасының классикалық үлгісі. Маусымдық ағынды басқару, қанат көлік жүйесі, қар жабынын болжау, трансшекаралық маршруттау және мыңдаған шағын қонақ үйлердің үйлестірілген жұмысы. Кластерлік тәсіл жекелеген нысандарды дамытудан гөрі тиімді. Бұл аймақта барлық сервис тізбегі бірге өсетіндіктен турист ұзағырақ қалады және көп жұмсайды. Қазақстан туристік нарығы бүгінгі күні белсенді дамып келеді. Халықаралық байланыстар орнатылған, бірақ географиялық шоғырлану мәселесі шешімін
күтуде. Қазақстанға жиі келетін туристер олар Ресей, Қытай, Германия, Пәкістан, Польша, Түркия. Бұл елдердің алуан түрлілігі Қазақстанның әртүрлі аудиториялар үшін тартымды екендігін көрсетеді. Туристік логистиканың сапасы тек инфрақұрылыммен ғана емес, мемлекеттік реттеу жүйесімен де анықталады. Ережелер дұрыс жазылған жерде сервис тізбегі сенімді жұмыс істейді. Қазіргі уақытта Қазақстанда аймақтық жобалар мен туристік фирмалар желісі арқылы туризмнің логистикалық әлеуетін қалыптастыру үдерісі белсенді жүргізілуде. Халықаралық туризм логистиканың басты мақсаты ол 7R ережесін орындау. Ол қажетті турист, қажетті уақытта, қажетті орынға, тиісті сапада, минималды шығынмен, дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ете отырып, жеткізу және оның жайлы демалысын ұйымдастыру. Біз осымен дәрісімізді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.